Су жер шарында өмір сүретін барша тіршіліктің бастау алар тамыры, қайнары. Онсыз өмір жоқ. Таза күйде судың түсі мен иісі дәмі болмайды. Тұрақты түрде ешқандай пішінге де ие емес. Су басқа қоспалардың түсі мен дәмін, иісін өзіне тез сіңіріп алады. Кей жағдайда құрамының өзгеруі денсаулыққа қауіпті болуы да мүмкін. Кейбір теңіздер мен мұхиттардың табанындағы тастарда балықтар мен өсімдіктерді анық көруге болады. Біз мұндай су айдындарын мөлдір деп атаймыз. Мөлдірлік судың ең басты көрсеткіші. Жаңбыр не шық тамшылар жапырақтан сырғып ақса, өзен арқырап, сарқырама сарқырап, жылғалар сылдырап ағады. Бұның бәрі судың аққыш екенін білдіреді. Шымырау мен бұлақтың суы өте пайдалы. Адам организмдегі көптеген ауру түрлерін емдейді. Алайда сапасын білу үшін арнайы зертханаларда құрамын анықтау қажет. Өзен, көл, теңіз, мұхит, жылға, бұлақ, бұның бәрі табиғатымыздағы су көздері. Біз судың үш күйге өзгеретінін білеміз. Ғылымда оларды сұйық, қатты және газ деп түсіндіреді. Бұршақ, қар, жаңбыр, бу, тұман, шық, мұз секілді табиғи құбылыстар да су күйіне жатады. Ауа температурасы төмендеген кезде қар жауады. Сонымен қатар судың беткі қабаты қатып мұзға айналады. Мұздың салмағы судан жеңіл болғаннан кейін ұдайы қалқып тұрады. Ал мұхиттарда алып айсбергтер кездеседі. Бұлар кемелер мен қайықтар үшін қауіпті. Күн жылынғанда қар мен мұз еріп, таулардан өзен буып ағады, буға айналады. Булану процесі аспанда бұлт түзіп, соңында жерге жаңбыр боп қайта жауады. Жылы ауа массасы салқын жерлерде қозғалуының нәтижесінде тұман түзіледі. Тұман көбіне көлік қатынасына кедергі келтіреді. Қазақ халқы су тіршілік көзі деп бекер айтпаған. Адам ағзасының 65-75% судан тұрады. Адам денсаулығы жақсы болу үшін күніне 2 литр су ішу керектігі дәлелденген. Сондықтан суды ысырап етпей, оның қадірін білейік.